әскери зейнеткермін, қазақтың келінімін, көп балалы анамын. Бүгінгі таңда Алматы қаласы Шабыт балаларды дамыту орталығында дәстүрлі домбыра үйірмесін жүргіземін. Балаларды домбыраға баулап, сабақ қазақ тілінде өткіземін. Өзім бала кезімнен қолыма домбыра алдым, күйлерді, өлеңдерді орындап жүрмін. Маған қазақ тілін білгенім, қазақ даласының бай мәдениетін терең түсінуге мүмкіншілік берді. Менің алдымнан үлкен көкжиектерді ашты. Қазақ тілін білгенім, мен үшін осы елдің бір бөлегінде сезініп, өзімді толық қазақстандық ретінде көрсетуге мүмкіншілік береді. Отандастар, қазақша сөйлейік.